Полатбек Айгүл Махалқызы Жаратылыстану ғылыми-педагогикалық жоғары мектебінің математика кафедрасының аға тәлімгері. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абайдың тұлғасын Мұхтар Әуезовтің көзімен таниды атты челленджді Абай жолы романының еңісте тарауынан үзінді оқудан бастаймын. Еңісте көктемнің шапағаты соншалық табиғат күрт жаңара түсті. Абай кітап оқудан еш шаршамаған. Ол орыс тілін жетік меңгергендей, Пушкиннің Дубровский деген әңгімесін оқып жатты. Абай бұл жылы Ділдәні Жидебайда қалдырып, өзі жылы қыстауға Ербол, Айгерім, Кішкене молда және Ділдәдан туған балалары Ақылбай, Әбіш, Күлбадан, Мағаштар мен көшіп қора салып жатты. Бұлардың жаңа қонысы Ақшоқы деп аталады. Көп мезгіл өтпей, Ақшоқыға Оспан мен Дарқан келіп түседі. Олар Қаралыға барала келіпті. Тәкежан мен Қаражаннан туған Құнанбайдың сүйікті немересі 12 жасар Мақұлбай науқастанып, кеше қайтыс болыпты. Қаралы көштің жылауымен жүргенін айтады. Оспандарға Абай және Кішкене молда қосылып, Қаралы көшке бет алады. Ішке кірсе бәрі жылау үстінде. Өткен жылы қыста Құнанбай 4 жыл сапар шеккен қажылықтан келген болатын. Ол да іште отыр екен. Құнанбай өзі келгелі ел ісіне араласуды қойған. 5 уақыт намазын оқып, өзімен өз жүреді. Абай мен Оспан біраз отырып тысқа шығады. Аттарына мініп жүре бергенде арттарынан қаршыға ұстаған Шәке келіп қалады. Сосын үшеуі өзен жағасына саятшылыққа бет алады. Бірінші салымда көк құс 2 қазды алып үлгереді. Шәке қаздарын 2 қастының қоржындарына салып қояды. Шәке деп отырғанымыз Абайдың үлкен ағасы Құдайбердінің ұлы Шәкәрім болады. Бұл өте оңтайлы кез, талай түрлі құстар қоржынға түсе береді. Осы сәтте алыстан Ақылбай шалып келеді. Жай сәлемдесіп, алынған құстарды Әне апам берсін деп жатыр дейді. Әне апасы Нұрғаным. Ақылбай Абайды әкесі деп танымайды. Абай да сондай. Содан Ақылбай Нұрғаным мен Құнанбайдың қолындай болып кеткен. Ақылбайлар енді құстарды алмақшы бола бергенде Оспан құстарды бергізбей қайтарады. Ақылбай ренжігендей болады, ал Шәке құс салуын жалғастыра береді. Сонда Оспан ішіндегі дертін Абайға айтады. Абай жағдайды естіп, дірілдеп, заланып, намыстанып Оспанға жігіп тастайды. Абай атын шаптырып, Ақшоқыға қас түсе қайтады. Үйіне түскен сәтте бір жан айтып кеткен Қаракөз әнін Айгерім айтып жатқан екен. Абай оны бұзбауға бел буып, тыста тұрып ән тыңдайды. Сол түні Абай Мақұлбайға арнап Қаралы жоқтау Қаракөз сөзін жазып Айгерімге ұсынады. Таңертең екеуі де Тәкежандікіне барып, Айгерім Қаралы әнін жоқтауын айтады. Содан кейін Айгерім Ақшоқыға қайтпай, Мақұлбайдың қырқы өткенше сол жерде жоқтайды. Құрметті жоғары оқу орнының оқытушылары, Абай жолы романынан үзінді оқуды сіздерге жалғастыруды ұсынамын.